Ассалауму алейкум, бауырлар, достар, құда жекжаттар. Егер адамның жан дүниесі сұлу, жүрегі таза болса, оның жүзі де жылы әрі көркем болады. Өйткені жүректегі иман міндетті түрде адамның бетіне, жүзіне шығып тұрады. Іші таза, иманы бекем адамға Алла Тағала ерекше әсемдік, нұр, береке беріп қояды. Адамның көңіліне қарап сөйлеу адамгершіліктің, имандылықтың белгісі. Өмірде көп қиындық көрген адам көп жетістікке жетеді. Біреуге пайда келтіре алмасаң, зияныңды тигізбе. Қуанта алмасаң, ренжітпе. Алла байлықты кез келген адамға береді, ал иман жақсылығын тек сүйген құлына ғана береді. Ақылды адам сақтанып сөйлейді, ақымақ адам мақтанып сөйлейді. Сақтанып сөйлегеннің пайдасы бар, ал мақтанып сөйлегеннің пайдасынан зияны көп. Аяғынан сүрінген тұрып кетеді, тілден сүрінген құрып кетеді. Аш қарын мен бос қалта адамға көп зат үйретеді. Үш нәрсе қайтып келмейді: уақыт, сөз, мүмкіндік. Сол үшін уақытты бекер өткізбеңіз. Сөзді абайлап сөйлеңіз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Санаңда сабырлыққа үйрет, ол сені талай жамандықтан құтқарады. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде. Ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөз сөйле, жақсылық жаса. Данышпан Шәкәрім атамыз айтқан екен: сөзіңді түзе, әдетің айналады. Әдетің мінезің айналады, ал мінезің ол сенің тағдырың деп. Ал құрметті достар, бүгін жұма. Бүгін жұма, ең ғажап күн, тамаша. Тілек қабыл болады Алла қаласа. Мұсылманның жарасады бірлігі, бір-біріне кешіріммен қараса. О құдіретті Алла, құдіретіңмен жомарттығыңа үміт еттім. Осы батанды тыңдап отырған жанның деніне саулық, өмірін ұзақ етші. Екі дүниенің жақсылығын бер. Қандай да бір мұқтажға болса, жақын арада көркем түрде орындап бергейсің. Отбасына, табысына, кәсібіне, жұмысына береке бер. Ауырып жүрген пендеңнің ауруына шипа бер. Деніне саулық бер. Еліміз тыныш, тоқшылық болсын. Алла Тағала басымызда тек қана жақсылық күндерді жолығуын насіп етсін. Амин. Аллаху акбар. Сау, саламат болыңыздар.